Қайырлы күн, құрметті Каспий тұтынушы. Сіз қазір Бак сервистің ресми Каспий дүкенінен осы Divinol Multilight Honda 40 майын таңдап отырсыз. Әрине, ендігі сұрақ дәл осы май сіздің автокөлігіңізге құюға бола ма, жоқ па? Біз қазір сіздерге түсіндіріп беретін боламыз. Жалпы бұл май осы ZLRB Gemelin корпорациясына тиесілі 160 жылдық тарихы бар сае бойынша Honda 40 майы. Әрине, бұл 10 дегеніміз түсінікті, жалпы жылылау климаттарға арналған, әсіресе біздің елімізде ең жиі қолданылатын вязкістердің бірі. Ал 40 дегеніміз әрине салыстырмалы түрде біраз қоюлау май. Айтпақшы, майдың бірден бір артықшылығы, бұл майда ГВО белгісі бар. Біле білсеңіздер, біраз неміс майларында дәл осы белгі жоқ. Бұл белгісі бар майлар неміс нарығында емін-еркін сатылады деген сөз. Жақсы, енді майдың спецификацияларына тоқталайық. Жалпы Американдық мұнай институты IPI-дің SNCF рұқсаттамасына қарап, бұл майды біз дизельге де, бензинге де құюға болатындығын түсініп отырмыз. Және Азия бойынша A3B4 бұл дегеніміз полнозольный май, былайша айтқанда full subs, яғни жуу элементтері өте жоғары. Қазір төменде оны тағы да бір сізге түсіндіріп өтетін болам. Және майдың тікелей рұқсатнамалары. Дәл осы Mercedes-Benz-тің 229.1, 229.3 рұқсатнамасы бұл тікелей Mercedes-Benz-тің зауытынан алынған. Біле білсеңіздер. Яғни 124, Лупарик секілді автокөліктерге емін-еркін құя берсеңіздер болады. Және вактардың рұқсатнамасы, яғни Volkswagen, Audi, жалпы Шкода секілді автокөліктерге құюға болатын 505.00, 501.01 жыл ескірек нұсқаларына арналған май. Renault-ның 07.00, Fiat секілді автокөліктерге арналған рұқсатнамасын да байқауға болады. Жалпы енді стандартты анализдеріне тоқталайық. Сульфатная зольность 1,2, жалпы орташа деп айтсам болады. Индекс вязкость 160 көрсетіп тұр, енді жалпы бұл да орташа деп айтуға келеді. Майдың ыстық әрі суық температура деген төзімдігін қарайтын болсаңыздар, VHVI май үшін әрине -36 деген жақсы. Енді 10-40 үшін әрине 230 градус болуы тиіс. Жалпы біздің Қазақстанның Қоңырқай белдеуде орналасқан климатына таптырмас май екендігін көріп отырсыздар. Және жыл ескі автокөліктер үшін өте маңызды элемент, әрине бұл шелечен часов ТБН, МГ конгымен өлшенген 10-ды көрсетіп тұр. Яғни сіздің моторыңызды өте таза ұстамақ. Жалпы бауырлар, егер дәл осы майда сіздерге біздің менеджеріміз құюға кеңес берген болса, немесе осы ZLRB Gemelin'нің каталогынан сіздің автокөлігіңізге дәл осы майды шығарып тұрған болса, ендеше еш қысылмай біздің дүкенімізден тапсырыс беріп қолдана берсеңіздер болады.